Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздер мен Назерке бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын мексиканский пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен начинкасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға өте жұқа етіп туралған жуамызды қосып жақсылап қорып аламыз. Оның үстіне фаршымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде толықтай барлығы жақсылап тұрып араласуы керек. Фарштың пісуі шарт емес. Толықтай жақсылап тұрып шамамен бір 10-15 минут араласса болды. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз, қызыл бұрыш қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Толықтай тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. 1-2 минут. 3 ас қасық томат пастасын қосамыз. Міндетті түрде жоғары сұрыпты сапалы томат пастасын пайдаланыңыздар. Сонда ащы болып кетпейтін болады. Толықтай жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне консервадағы жүгеріні пайдаланамыз. Шамамен 200-250 граммдай пайдаландым. Барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. 10-15 минут тұрса жеткілікті. Содан соң барып начинкамызды шамалы ғана болса да 10-15 минутқа суытып алыңыздар. Енді қамырын дайындаймыз. Сіздерге кез келген дрожж тестасы болады, немесе дүкенде дайын слоеный тестаны пайдалансаңыздар да болады. Мен дүкеннен слоеный тестаны алып пайдаландым. Екеуін 2 теңдей бөлікке бөліп, 4 бұрышты формаға келтіріп, жұқа етіп жайып алдым. Міндетті түрде қамырдың астына сапалы пергамент қағазын пайдаланыңыздар. Сонда сіздердің қамырларыңыз піскен кезде асты жабыспайтын болады. Сондықтан сапалы пергамент қағазын пайдалануға кеңес етемін. Толықтай барлығын біркелкі етіп жайып алыңыздар және шетіне сәл жеткізбеңіздер. Өйткені біз қазір екінші қамырды төсегенде керек болады. Терканың үлкен бөлігімен сыры өткізіп қосамыз. Мен осы кезде моцарелла сырын пайдаландым. Моцарелла сыры өте ерігіш сыр болғандықтан созылыңқы дәмді болып шығады. Негізі кез келген сырды пайдалануға болады. Сыр міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмі, пирогтың дәмін осы сыр келтіріп тұрады. Сондықтан қосуға кеңес етемін. Толықтай барлығын қосып болғаннан кейін екінші қамырымызды бетіне төсеп, артықша алып қалған шетін ешқандай ауа кірмейтіндей қылып өріп шығыңыздар. Қысып, қаттырақ қысып өріңіздер. Сонда піскен кезде жарылып кетпейді, не болмаса сыры ағып кетпейді, не болмаса начинкасының суы ағып төгіліп кетпейтін болады. Ендігі кезекте бір жұмыртқаны толықтай жақсылап тұрып араластырып бетіне төгіп жібереміз. Ешқандай пісіп қалмайды. Жақсылап тұрып араластырып барлық жеріне толықтай жағып шықсаңыздар, сап-сары әдемі болып шығады пирогымыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Если сіздерде күнжіт, мак болса қосуға болады, не болмаса мен сияқты ешқандай ешнәрсе қоспасаңыздар да болады. Пешке 180 градусқа шамамен 20-25 минутқа салсаңыздар, толықтай әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге осы пирогтың рецебті ұнайды деген ойдамын. Ыстық күйінде жесеңіздер толықтай таусылып кетеді. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке.